Мынау менің айтқаным дұрыс, иә, менің айтқаным болу керек, менің айтқаныммен жүру керек, болмаса мына балам менің айтқанымды істемейді, қызым менің айтқанымды істемейді, мені ешкім тыңдамайды, бірақ мен дұрыс айтам дейтін ханымдар, адамдар, иә, сіздерге бір жағынан жаным ашиды. Себебі ондай кезде адамның өзгеруі өте қиын, иә. Себебі қараңызшы, сіз қазір өзіңіздің жеткен жетістігіңізге қараңыз. Егер де сізде өміріңіз өзіңіз қалағандай болып, өзіңіз қалағандай үйде тұрсаңыз, өзіңіз қалағандай машина алсаңыз, өміріңіз өзіңіз қалағандай болса, демек сіздің ойыңыз да дұрыс, өзіңіздің жасап жатқаныңыз да дұрыс. Егер де сіз менікі дұрыс, менің айтқаным дұрыс, менің ойым дұрыс, мен ақылдымын деп тәкаппарлыққа шығатын болсаңыз, өзіңіздің отырған жеріңіз сіз қалағандай болмаса, басыңызда проблема көп болса, демек бұл жерде сіздің айтқаныңыз да дұрыс емес, сіздің ойлағаныңыз да дұрыс емес, иә. Себебі егер де сіздікінің барлығы дұрыс болатын болса, сіз осы проблемаға келмес едіңіз дәл қазір. Сондықтан, иә, ана екінші адамға ақыл айтып, ол олай емес, былай істеу керек еді, ол олай жасамады, мен оны айттым былай жаса деп, бірақ ол олай жасаған жоқ, иә. Болмаса анаған айтты мен, бірақ ол олай дұрыс істемеді деп ше, солай өзіңізді ақылды етіп көрсетіп, иә, жұрттың бәріне ақыл айтып, бірақ жұрттар сіздің ақылыңызды тыңдамаса, оған ренжіп, иә. Вот сондай адамдар, иә, сондай көбінесе қыз келіншектер, иә, өзіңіздің өміріңізге қараңызшы. Сіздің өміріңізде егер де қазір проблема көп болып жатқан болса, демек бұл сіздің ақылыңыздың, сіздің ойыңыздың жеткен жері. Демек сіздің ақылыңыздың, ойыңыздың жеткен жері осы, иә. Енді өзіңіз осындай проблемада отырып қалай екінші адамға сіз ақыл айта аласыз, айтыңызшы. Менікі дұрыс, мен дұрыс айтамын, мен дұрыс жасаймын деген нәрсенің барлығынан сіз арылған кезде ғана сіздің өміріңізде өзгеріс болады, қыздар. Үнемі өзіңіздің айтқан нәрсеңізге сомневаться етіп отырыңыз, иә. Үнемі өзіңіздің айтқан нәрсеңіз, жасаған нәрсеңіз мүмкін менікі дұрыс емес шығар деген күмән болып тұру керек. Себебі сіз жасап жатқан нәрсе дұрыс болмауы мүмкін, иә. Сол үшін біреудің ақылын, ой, оны айтпай ақ қой, өзім білем деуден алдын бірінші оның ақылын тыңдап көріңіз. Егер де ол сіз қалағандай өмірді сүріп жатқан болса, сол адамның ақылын жасаңыз, иә. Себебі ол өзінің ақылымен осы дәрежеге дейін жетті ғой. Сол үшін қыздар, мен білем, мен істеймін, менікі дұрыс дегеннен гөрі лучше білім алуға ұмтылыңыздаршы, өзіңізбен жұмыс жасауға ұмтылыңыздаршы. Қазір не көп білім алатын, беретін ақпараттар өте көп. Сол үшін мен білемін бәрін демей, лучше мен білмеймін, қалай дұрыс жасасам болады деп білім алып, сол білімді іске, амалға көшіруге тырысыңыздар.